неге бізде энергия жоқ, неге қайтадан тұруымыз қиын. Кейде ішек жүйесінің бұзылуынан, кейде бауырдың бұзылуынан болады. Көбінесе сол ішек жүйесінде проблема пайда болған адамда тревожность пайда болады. Ол әрекеттенеді, жұмыстанады, істейді, сөйтіп ренжиді, жатады. Мен бұл нәрсемен оказывается управлять ете алады екенмін ғой деген сияқты ше. Жыл сайын оған бір пазл қосылып отыратын бір жүйе сияқты қылып қарастырамын мен миссия. Мысалы үшін машина алу керек деген нәрсе, мысалы үшін машина мені особо мотивировать етпейді, поэтому машина болатын болса, ну топты дейді да жата береді ары қарай. Дәл солай өмір сүргім келмеді уже. Спортты қолға алғым келді. Өйткені менде тек қана жұмыс істеудің емес, демалудың да графигі бар. Мысалы үшін таңғы 7-де ұйықтап қалсаң, болды, хорошо дейсің, тұрасың, я раббым кешір мені дейсің да, и осы тұрған сәтіңнен бастап өміріңді ары қарай жақсы жалғастыруға тырысасың. Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін бізде ерекше выпустардың бірі және бізде бүгін ерекше қонақ Абдрашид Түлкібай. Бұл кісі өзім разборынан өткенмін. Прямо көп спикерлер болады. Әркімнің әртүрлі информация енді өмірде қайталанады ғой. Бірақ бұл кісінің информациясы қайталанбады. Ол кезде өзіме бір мощный задачалар берілген. Психофизиолог деген бұл мидың қалай жұмыс жасайтынын зерттейтін мамандардың бірі. Ал Абеке, біздің каналға, біздің подкастқа қош келдіңіз. Өзіңізді бір оқырмандармен бір таныстырып өтсеңіз, және бүгінгі біздегі тақырып бұл энергия жайлы болады. Яғни неге бізде энергия жоқ, неге қайтадан тұруымыз қиын, бір істі бастауымыз қиын, еш нәрсеге желаниямыз, зауқымыз болмай қалады. Бұл жерде миымыз біздің қалай жұмыс жасайды және оны қалай жеңуге болады, сол жайлы болатын болады бүгінгі тақырып. Ал Абеке, өзіңізді бір таныстырып өтсеңіз оқырмандармен толығырақ. Уағалейкум, рахматуллах, барлықтарыңызға қалайсыздар? Менің есімім Абдрашид болады, барлықтарыңызға айтып өтейін. Бағанағы не психофизиология саласы бойынша. Психофизиология деген негізі бізде Қазақстанда онша андай бір жеке мамандық болып танылмаған да, ол әрдайым бір мамандықтың қасында жүреді. Мысалы үшін неврология, невропатологияның қасында психофизиология жүреді, психиатрияның қасында психофизиология жүреді деген сияқты, ол доп мамандық. Бірақ әлемдік деңгейде мысалы үшін психофизиология ол бөлек, өзі бір бөлек сала болып саналады. Біз не зерттейміз? Біз адамның ішкі дүниесінің сыртқа шығуын зерттейміз және сыртқы дүниені іште қалай қабылдайды, сол сұрақты зерттейміз. То есть сол дегеніміз эмоция сыртқа қалай шығады, шығып жатқан кезде қандай барьерлерден, қандай этаптардан өтеді, және сыртқы әлемді қабылдаған кезде ми қандай программа арқылы қабылдайды, не жасайды, қалай қабылдайды деген сияқты сұрақтарға жауап береді. Ол деген ең түбінде алып келетін болсақ, ол мидың дұрыс жұмыс жасауы деп айтсақ болады. Сыртқы әлемді дұрыс қабылдауы, дұрыс жұмыс жасауы, сыртқы әлемге дұрыс бағанағыдай реакция бере алуы деп айтсақ болады. Біз соны зерттейміз, мысалы үшін ұйқыны, біз эмоцияны зерттейміз, адамның жүріс-тұрысын, эргономика, жұмыстағы уақытын, жұмысын қалай өткізеді, бала шағасымен қалай өткізеді, бизнесті қалай жүргізеді, ақшаға деген көзқарасы, адамның сол салалардың барлығын, сол тақырыптардың барлығын зерттейміз біз. Біздің мақсат адамның бағанағыдай сатымен үш жүйеде өз-өзін дұрыс сезіну деп айтсақ болады. Ең бірінші сатыда адам ол физикалық дүниесінде. Физиология дегенімізде ол біздің ағзаның дұрыс жұмыс жасауы, ми мен ағзаның дұрыс қарым-қатынасы. Ең бірінші сатысы осы. Негізі біз осыған қатты көңіл бөлеміз, биохимияға қатты көңіл бөлеміз. Психофизиологтар. Қатты көңіл бөлеміз именно денеде болып жатқан процестерге, то есть бағанағы гормондардың дұрыс жұмыс жасауына, эндокринологпен қоса жұмыс жасаймыз бұл жерде. Или там мысалы үшін адамның биохимиясының, қан жүйесінің дұрыс жұмыс жасап жатқанына, органдардың ағзасының дұрыс жұмыс жасап жатқанына қатты көңіл бөлеміз. Егер өйткені қараңыздар, психикалық ақаулар кейбір адамдарда физикалық дүниеде бір нарықтың азықтың жетіспеушілігінен болуы мүмкін. Денеде мысалы үшін витамин D-ның жетіспегеннен адамда энергия болмайды. Адам барады, психологқа барады, не болып жатыр, андай болып жатыр, мынандай болып жатыр деп прорабатывать етеді, 10 жыл жүреді онымен ол проблема, бірақ ол шешілмейді. Өйткені ол азық, ол ағзада бензин жетпей жатыр деген сөз. Физикалық тұрғыда витамин D жетпей жатыр. Катализатор, самый главный катализатор, клеткалерге бүкіл нарықты өткізетін маршрутка деп айтсақ болады витамин D. Витамин D аз болатын болса, жеген тамағың клеткалерге өтпей қалады. Сол себептен сен қанша тамақ ішсең де ол нарық болып бармайды, азық болып бармайды. Кальциймен бірге D3 деген жүреді ғой. Вот, сол, то есть түсіндіре алдым ғой, то есть сүйекке, сүйектің ішіндегі жасушаларға, біздің ағзамызда қанның ішіндегі жасушалардың барлығына жету үшін D керек. Сол сияқты витамин С керек, сол сияқты микро-макро нутриенттер үшін барлығы ағзаға керек. Кейбір кезде солардың жетіспеушілігінен, солардың тапшылығынан адамның миы бағанағыдай сәл баяулау жұмыс жасай бастайды, даже тревожность басталады. Қазіргі соңғы зерттеулерге қарайтын болсақ, адам бойындағы тревожность деген нәрсе бар ғой? Тревожность деген не? Үрейлену. Әрдайым бір нәрсені уайымдап жүру. Уайымдап жүру деген нәрсе. Сондай адаммын негізі мен өзім.
иә вот соны қазіргі мысалы үшін біздің саладағы мамандар зерттеп мынандай ұғымға келді. Тревожность деген тек қана ағзаның дұрыс емес жұмыс жасауынан келеді деді. Ол психиканың дұрыс емес жұмыс жасауынан емес. Тек қана ағзаның дұрыс емес жасауынан 100% тревожностьты қалай шешуге болады? Тек қана ағзаның дұрыс жұмыс жасату арқылы. Яғни витаминдердің жетіспеуі ма? Не обязательно. Кейде шек жүйесінің бұзылуынан, кейде бауырдың бұзылуынан болады. Көбінесе сол шек жүйесінде проблема пайда болған адамда тревожность пайда болады. Шек жүйесін жөндейтін болсаң, тревожность емделеді. Түсіндіре алдым ба? Сол сияқты мысалы үшін адамда мышцының аздығынан кейде тревожность пайда болуы мүмкін деген сияқты. В общем, себеп көп. Бұған клиникалық себептер өте көп, бірақ ең басты түсіну керек нәрсе, біз бірінші қадамда адамның бағанағы физикалық дүниесін қараймыз. Анализ тапсырамыз, қараймыз. Егер мен өзім түсінбейтін анализдер болатын болса, басқа дәрігерлермен бірге қарастырамыз. То есть біз совместно жұмыс жасап, көріп, не болып жатқанын түсінгеннен кейін барып, біз уже екінші этапта бағанағы психикаға көтерілеміз. Бұл бірінші деңгей. Бұл бірінші деңгей, физикалық деңгей. Енді ол андай этаппен болмайды, ол бір процестің ішінде болатын нәрсе ғой, параллельно жүреді ғой. Просто мен өзімнің миымда осындай градация бар да, то есть адамның физикасы, тәни дүниесі дұрыс емес жұмыс жасап тұрса, сен ол психиканы қанша жөндегенмен мына тән бағынбайды да оған. Сол үшін бірінші тәнді жөндеп алайық. Неге біз бірінші физикадан бастаймыз? Руханияттан бастасаң да болады, проблема жоқ. Психикадан бастасаң да болады, проблема жоқ. Просто адамның ағзасы өте бір андай бір шүкіршіл жаратылыста, сәл көмектесіп жіберсең, сразу эффект береді. Сәл бір 2 күн дұрыс тамақтансаң, уже энергияң толып, уже кайфовать етіп ұшып жүресің да, мысалы үшін. А психика ондай емес қой. Психикада ақау кететін болса, сен жақта жылдап жүресің, содан кейін барып эффект көре бастайсың. Түсіндіре алдым ғой? Сол үшін біз денеден бастаймыз. Өйткені денені емдеу оңай. Денені енді андай қатты запущенный фазалар болмаса, денені емдеу, денеге көмектесу оңай. Біз соны тез пошагово көмектесіп тастаймыз. Сол кезде адам 1-2 аптаның ішінде уже эффект көреді де, ары қарай өзімен жұмыстануға бағанағы ынтасы ашылады. Түсіндіре алдым ғой? Екінші деңгейде, психикалық деңгейде адамның екі жүйедегі қарым-қатынасын біз қарастырамыз. Ол кіммен? Адамның өз-өзімен қарым-қатынасын, өз-өзімен шыншыл болуы, өз-өзімен бағанағыдай өзінің сөзін жерге тақтырмауын, мысалы үшін өзіне азында жетте тұрамын деді ма, соған тұрғызуын деген сияқты сол сұрақтармен жұмыстанамыз. Екіншісінде басқа сырттағы обществомен, халықпен қалай қарым-қатынасқа келеді, сол сұрақтарды бағанағыдай көтереміз. В основном енді адамдар маған қандай проблемалармен келеді, сол конфликт проблемаларымен келеді ғой, или конфликт өзімен, или конфликт сырттағы адамдармен. Мысалы үшін әйел адам келетін болса, күйеуімен конфликт болады, енесімен конфликт болады, аяқпен, мынаяқпен конфликт болады. Сол сұрақтар қазіргі заманда өте андай кең тараған сұрақ запростардың бірі болып тұр да, и көп адамдардың запросы сол болып тұр. Сол запросқа сай бізде осы тақырыпты қарастырамыз, қарым-қатынас тақырыбын қарастырамыз. И одан кейін үшінші дүниесінде, уже үшінші сатыға көтерілген кезде ол адамның жан тыныштығы деген сұрақтарға кіреміз жайлап. Бұл жерде адамның бағанағы физикалық жүйеде, психикалық жүйеде, жалпы барлығын реттеп қойған адамның үшінші тарапта ол рухани тарапы бар да. Ол жерде біз уже мақсат тақырыбына кіреміз, миссия тақырыбына кіреміз. Жалпы адам не үшін бар, не үшін өмір сүріп жүрмін деген сұраққа келеді ғой, адам барлық нәрсені емдеп болғаннан кейін. Вот сол сұрақтарға кіреміз да, уже сол жерлерде бағанағыдай анализді бастаймыз, сол жерлерде жұмыстана бастаймыз. То есть біздің сала өзі сондай бір ауқымды жүйелерді қамтиды да, барлық адамның жүйесін қамтиды да, жан-жаққа қарап шығамыз. Біз тек қана бір жүйемен ғана жұмыс жасамаймыз, тек қана тәни жүйесімен жұмыс жасамаймыз, тек қана психикасымен жұмыс жасамаймыз деген сияқты біз барлығымен жұмыс жасаймыз, бірақ мидың жұмыс жасау, мидың қызметі арқылы да, то есть мидың функциялары арқылы кіреміз да біз ол тақырыпқа барлығына. Вот. Сол үшін психофизиология деген нәрсенің түпкі мәні осы. Адам маған келген кезде өзімен не болып жатқанын нақты түсініп кетеді ғой. Не үшін миы олай жасап жатыр деген. Не үшін дәл қазір осындай халде жүргенін түсінеді да. И одан қалай шығу керек екенін ары қарай уже сол не басында, разбор барысында айтамыз да. Беке, основной біздің тақырыпқа келейік. Психофизиологияны өттіріп ашып төгіп полный түсіндіріп бердіңіз ғой. Энергия тақырыбына, неге бізде энергия төмен, онымен қалай күресеміз? Бірінші ол тақырыпқа кірмей тұрып, энергия деген не ол жалпы? Соған бір тоқталып өтсек, ол неден тұрады? Мысалы, енді әркім әртүрлі информация жинаған, бірақ психофизиолог маманнан әлі прям энергия дегеннің бір анықтамасын бір түсініп алсақ бірінші. Машалла. Қараңыз, энергия деген нәрсе, ол бағанағы психофизиология саласынан қарамауымыз керек, бірақ физика саласымен қарауымыз керек. Біз энергия деген E равно mc квадрат қой, сол баяғы энергия деген бағанағы материяның қозғалыстағы қосылатын күші, қозғалыста өлшем. Мысалы үшін, мынау баклажканы алатын болсақ, мына баклажкада, мысалы үшін
энергия бар ма жоқ па сұрақ сізге. баклажканың ішінде ма? иә, баклажкада дәл осы тұрысында энергия бар ма жоқ па? Жоқ сияқты. Неге? Жансыз зат. иә, несі ше, күші ше бар ма? Энергия күші ма? жоқ, күші бар ма? Күш пен энергия екеуі екі түрлі нәрсе ғой. Жоқ. Күші бар ма баклажканың? Салмағы бар ма? Салмағы бар, иә. Салмағы бар, иә. Енді қараңыз, мына баклажканы былай қозғалтқан кезде не пайда болды бұда? Қозғалыс. Энергия пайда болды. Түсіндіре алдым ғой? Әр нәрсенің, әр жаратылыстың массасы болатын болса, ол нәрсе қозғалысқа кірген кезде ол жерде энергия пайда болады. Түсіндіре алдым ғой? Энергия деген сол қозғалыстың өлшемі. Мына салмағы бар, мысалы үшін мына жерде қазір 100 мл су қандай скоростьпен қозғалды, сол екеуінің қосындысынан энергия шығады. Түсіндіре алдым ғой? Енді адам бойындағы қалай? Адам бойындағы да тура сондай. Тура сондай. Адам бойындағы энергия жүректің соғысынан пайда болады. Жүрек соққан сайын адамда энергия пайда болады. Мысалы үшін ішек жүйесі перистальтика болады. Бағанағы сол жерде ішекте энергия пайда болады, мысалы үшін. Бағанағы бауыр жұмыс жасайды, клеткалар жұмыс жасайды, барлық жасушаларымыздың барлығы қозғалады, қан жүреді адам денесінде. Сол процестердің барлығы жүріп жатқан кезде адамда энергия пайда болады. Соған қоса біз физикалық тұрғыда тағы денемізді қозғалтатын болсақ, ол жерде энергия пайда болады. Миымызды қозғалтатын болсақ, бағанағы интеллектуальный процесске кіретін болсақ, миымызда энергия пайда болады. Түсіндіре алдым ғой? То есть барлық жүйеміздің салмағы бар ғой. Ол салмақты қозғалысқа кіргізген кезде ғана адамда энергия пайда болады. Ал енді энергия қашан азаяды? Қозғалыс тоқтаған кезде. Қарапайым жауап. Иә? Қозғалыс тоқтаған кезде. Ішек жүйесі бұзылған кезде оның қозғалысы баяулай бастайды. Сол жерде ішек жүйесінің энергиясы таусылады. Азая бастайды. Ми перегружены болған кезде или бір процестерден ақауы пайда болған кезде ол да энергия азая бастайды. Түсіндіре алдым ғой? Энергия азайған кезде адамда не пайда болады? Адамда бүкіл оның ішіндегі процестердің барлығы баяулай бастайды. Жай жүре бастайды. Оған қоса сыртқа шығатын процестердің барлығы да баяулай бастайды. Ол деген бағанағы эмоциясы да баяулай бастайды. Адам уже үлкен көп эмоция бере алмайды, сыртқа қуана алмайды деген сияқты уже процестер пайда болады да. Түсіндіре алдым ғой? Сол сияқты адамның энергиясы қашан көбейеді? Адам қозғалысқа кірген кезде көбейеді, қозғалыс тоқтаған кезде адамда энергия азаяды. Ол нормальный процесс, ол сондай болу керек. Энергия былай емес па? Мысалы, менің өмірімде болған ситуацияларда білмеймін, бір определенный ситуация болады, который сені травмировать ететін или сенің эмоцияңа қатты әсер еткенше, вот сол кезде менде мысалы энергия төмендеп кетеді ше. Ал жаңағыдай ішек құрылысы сондай кезде ондайды білмейді екенмін ше. Қараңыз, не үшін? Бірақ сол нәрсе как нормализоваться еткен кезде қайтадан энергиям көбейеді. То есть ол сіз энергияның бір формасын айтып жатсыз ғой, андай бір мысалы үшін мидағы формасын. Оны былай түсіндіріп берсек болады. Не үшін ол кезде сізде энергия төмендеп кетеді? Өйткені сіз қатты бір нәрсеге ашуланған кезде сіз бір процеске қатты көп күш жұмсап қоясыз. Сөйтіп одан кейін ожидание қылып қоя бермеймін. Иә, көп күш жұмсалады. Енді қазір біз пока психологиялық тұрғысына кіріп жатқан жоқпыз. Пока физикалық тұрғысынан түсініп алу керек энергия қалай жұмыс жасайтынын адамда ше. Физикалық тұрғысында осылай. То есть сіз қатты бір нәрсеге күш жұмсап қойсаңыз, енді келесі этапта ол күшті қайтадан жинау керек қой. Накапливать ету керек қой. Сол үшін адамда энергия таусылып қалады, адам мынандай болып қалады. Қатты шаршағаннан кейін адам мынандай болып қалады. Ол нормальный нәрсе. Ұйықтап тұрасың, егер мысалы үшін физикалық тұрғыда шаршайтын болсаң, ұйықтап тұрасың, қайтадан энергияң өзіңе қалпына келеді да, қайтадан адам өмір сүруге дайын болады. Ал егер психикалық тұрғыдағы энергия таусылатын болса, ол ұзақ таусылады біріншіден, оны тез таусылмайсың. Адам депрессияға кіреді. Мен сол психикалық тұрғысында айттым ғой сізге. Вот. Сіз психикалық тұрғыдағы энергияның таусылуын айтып отырсыз. Ол адам депрессияға кіреді. То есть депрессия деген это low battery деген сөз. Адамда энергия аз, и адам барлық сырттағы болып жатқан құбылыстарға өте бағанағы экономный режимде жауап береді деген сөз. Ол дегеніміз қалай? Ол уже эмоция бермейді сыртқа, адаммен сөйлескісі келмейді, қарым-қатынасқа кіргісі келмейді, ол уже даже жуынуды қояды. Өйткені ол да энергия затратный процесс. Шашы маймып жата береді. Жата береді үйде. Ода орнынан қозғалғысы келмейді. Просто мынандай болып жата береді. Ол уақыттың ішінде адамның психикасы жайлап өзінің қалпына келеді. Выгорание да осының ішіне кіре ме? Выгорание да осының ішіне кіреді, иә. Выгорание деген нәрсе бұл мынандай ғой. Выгорание, апатия деген нәрселер бұлар андай. Бұны сигнализация ретінде қабылдасақ болады да. Бұдан кейін келеді да депрессия, потому что депрессия деген ол уже ауру. Оны уже емдеу керек. Ол прям ол жерде уже дәрі болу керек, ол жерде психиатрлар отыру керек. Біз мысалы үшін депрессиямен жұмыс жасамаймыз. Ол жерде психиатрлар кәдімгідей протоколмен жұмыс жасайды, протоколмен емдейді адамды, иә, мысалы үшін. Бірақ оған дейін симптомдары болады ғой депрессияның. Ол қандай? Выгорание, өз-өзіне көңіл бөлмеу, дұрыс емес ұйықтау, постоянно ашуланып жүру, негативный позицияда болу, постоянно тамақпен фастфуд немесе сладости көп жеп тастау, қозғалмау, спортпен айналыспау. Мысалы үшін қазіргі дәрігерлерді алатын болсақ, психиатрлардың барлығы бір ауыздан айтып жатыр. Депрессияның 70% тек қана спортпен емделеді дейді.
адам спортқа қатты кіріп кеткен кезде депрессиядан шығады дейді. Бәңгі 100% емес, бірақ спорт является естественным антидепрессантом. Өте жақсы көмектеседі спорт адамға депрессиядан шығуға кейбір кезде. Өйткені қараңыз, депрессия кезінде адам осындай нәрселердің барлығын тоқтатып тастайды. Қарым-қатынасты тоқтатып тастайды, адамдармен сөйлескісі келмейді. Бағана неге? Өйткені бағанағы энергосбережениеде жүр ол. Түсіндіре алдым ғой? Энергия аз. Ол аз энергия құртады сыртқы әлемді. Өйткені ол осы жерде восстанавливаться етіп. Бір ситуацияны айтсам да, осы менде недавно болды. Осы бір апта бұрын, бір аптадай мен осындай бір режимға түсіп қалдым ше. То есть өмірімде сондай ситуация болды. Там режим полный ауысып кетеді. Сериалдар көріп кетемін. Компьютер, сериал. Таңға жақын қарай ұйықтаймын. После обеда оянам. Тәтті, бургер, фастфуд жеп бастаймын. Тура осылай бір апта жүрдім. Кейін барып режимге қалай түстім. Өмірімде болған осындай моменттер, где мен осындай забег 3 айға кетіп қалған, 1 айға кетіп қалған ше. Осы жерде мен тоқтатқым келді сразу. Бірден спортқа жазылдым. Режимді жүндедім. Қазір режим бір 4-5 күн болды сол состояние шыққаныма ше. Осы жерде маған қызық болып тұрғаны, неге прям сондай ситуацияға бүйтіп тұрып психика дырс еткізіп адам түсіріп тастайды, адам өзін қалай жол алып шығады бұндай нәрседен ше. Білмеймін, у меня получилось, менде бір шок болды да, типа мен бұл нәрсемен оказывается управлять ете алады екенмін ғой деген сияқты ше. Өйткені сізде әлі депрессия болған жоқ. То есть депрессия процесіне кірген кезде уже управлениеға бағынбайды ол. Сізде эпизодтар болды. Бағанағы эпизод выгорание болған шығар, может мелкое, то есть бір кішігірім энергияның таусылу процесі болған шығар, событияны дұрыс емес қабылдап қалған шығар. Бұл жаққа енді бағанағы мына көзбен қарау керек та, бұл нәрсеге адам не үшін событияға ондай реакция беріп жатыр деген көзбен қарау керек та. То есть түсіндіре алдым ба? То есть болып жатқан событияға не үшін ондай реакция беріп жатыр? Өйткені ол событияға талап қойып тастаған да, мынандай болып біту керек деген сияқты. Мысалы үшін там жұмысына $1 миллион табуым керек айдың аяғында деген нәрсе қойып тастайды, $1 миллион таппайды. Өйткені оның қолындағы нәрсе, мысалы оның қолындағы нәрсе ол келетін келмейтін ше. Ол әрекеттенеді, жұмыстанады, істейді, сөйтіп ренжиді жатады деген сияқты нәрселер пайда болады да. То есть сол жерде түсіну керек адам ең бірінші қаяқтан басталатын бұл нәрсе. Өйткені біз бұл нәрседен шығу үшін біз бұның бағана қаяқ кірер есігін тауып алатын болсақ, шығу есігі де жеңіл болады да. Көбінесе ожиданиеден пайда болады. Вообще иә. Сіздің айтып жатқан позицияңыз конкретно ол көбінесе ожиданиеден пайда болады. Мысалы үшін адамға не үшін ренжиді? Өйткені менің ойымдағыдай адам болу керексің сен деген тараптың ішінде жүргендіктен. Мысалы үшін мен Ерекеңмен араласам, мен Ерекеңге ренжіп қалатын болсам, не үшін ренжимін? Қай себептен ренжимін? Сіз маған бір жамандық жасасаңыз, сіз маған бір қандай да бір іс-әрекет жасасаңыз, менің соның артынан ренжуім ол кімнің кінәсі? Деген сұрақ қой бұл жерде. Конкретно ренжіштің. То есть реніш ол менің кінәсі де емес, дұрыс емес. Кімнің таңдауы деп айтайық, дұрыс. Кінә деген дұрыс сөз емес, бұяқта именно кім таңдап отыр, бұяқта ренжуді, мен таңдап отырмын. Не үшін таңдап отырмын? Өйткені менің ойымда Ерекең конкретно мынандай ситуацияда былай істеу керек еді деген ожидание. Изначально инструкция бар, талап бар. Түсіндірдім ғой? Мен сол талапты қойып қойғаннан кейін, енді сіз бұл талапқа сай болмағаннан кейін, менің миым жынданады. Сөйтіп мен ерін жетемін да сізге ренжимін деген сияқты. Түсіндіре алдым ба? Көп ренжіштің түбінде жатқан нәрсе осы. То есть мен талап қойып тастаймын. Жұмысыма талап қойып тастаймын, адамдарға талап қойып тастаймын, дос, бауырларыма, әке-шешеме барлығын талап қойып тастаймын, өз өмірімді қиындатып тастаймын. Ал егер мен еш нәрсеге талап қоймасам, барлық нәрсені дұрыс формада қабылдай алатын болсам, онда менде сіздікіндей ситуациялар болмайды да. Түсіндіре алдым ба? Енді талап қоймау деген ол не? Көп адамдар айтады, ешкімнен еш нәрсе күтпеу керек дейді да. Ол мүмкін емес нәрсе. Біздің миға мүмкін емес нәрсе. Ешкімнен еш нәрсе күтпеу керек деген нәрсе ол үйден просто шыға сал деген сөз ғой. Қайқа бару керек екенін білмейсің, просто далаға шығып тұр деген сияқты естіледі да, ол біздің миға. Түсіндіре алдым ба? Ол не істеймін дейді да, далаға шығып. Жұмысың ба дейді да. Тұрады, айналып қайтып келеді да, тура сол сияқты ешкімнен еш нәрсе күтпе деген дұрыс емес сөз негізі. Адам күтеді. Бәрібір күтеді, по-любому. Сол үшін біз күтудің бағанағы дұрыс формуласын беруіміз керек. Кімнен күтуіміз керек деген сияқты. Түсіндіре алдым ғой? Мысалы үшін біз енді мұсылман болғаннан кейін біз бірінші очередь Алладан күтеміз. Барлық жақсылықты Алладан күтеміз. Қандай да бір әрекеттің ішінде жүрген кезде оның да нәтижесін Алладан күтеміз. Ол дегеніміз қалай? Біз мысалы үшін бір адаммен қарым-қатынасқа кірген кезде, бір адаммен араласуға кірген кезде, мен сізге ренжімес үшін, мен сізге және сенім арту үшін, мен ерсіннің қандай адам екенін білуім керек па? Әлде мен енді андай түбегейлі білуім керек па, сіздің ой жүйеңіз қалай жұмыс жасайтын? Әлде мен сіздің
қандай болсаңыз да, сіз маған не істеп кетсеңіз де, түбінде мен ары қарай өмір сүре алатыныма сенуім керек па? Сұрақ сізге. Қалай бар солай қабылдау деген сияқты. Қараңыз. Менің ойымша. Түсінбеді сіз сұрақтан. Сұраққа кеттіңіз, иә. Қараңыз. Мысалы үшін адамға қалай сенім артады? Мен сізге қалай сенемін? Менімен көп аралассаңыз, мен қандай адам екенімді көрген кезде, егер мен шынымен де сенімді адам болатын болсам, сіз сенесіз. Иә, ал енді қараңыз. Егер сөзімде тұрмайтын болсам, иә, енді 100% кепілдік бар ма сіз мені лақтырмайтыныңыз? Бар деп ойлаймын. Неге? Потому что енді мысалы үшін сіздің ауырып қалмайтыныңызға, проектке ауырып қалып келе алмай қалатыныңызға 100% кепілдік бар ма? Емделіп болған соң келемін ғой. Жоқ, сол кепілдік жоқ, иә, кепілдік жоқ. Кепілдік жоқ болғаннан кейін менің миым всегда тревожностьта жүреді. Сізбен қарым-қатынасқа кірген кезде. Әрдайым тревожностьтың ішінде жүреді. Түсіндіре алдым ба? Өйткені менің миымда всегда альтернативная позиция болу керек. Келмей қалса ше, болмай қалса ше, істемей қалса ше, өйтпей қалса ше. Прикиньте, сондай позицияның ішінде жүреді. Бұндай позициямен біз 10 адаммен араласатын болсам, 10 адамның барлығында сондай позицияда жүреді ол адам. Түсіндіре алдым ба? Сол үшін ол адам түбінде не істейді? Ешкімге сенбей қоя салады. Ешкімге сенбей қоя салған бір жеңілірек сияқты болып көрінеді. Ол ситуацияның негативный жағын көбірек ойлау ма? Жоқ, негативный жағын емес. Просто мен сізге болмай қалса ше деген мидың жүйесі қалай жұмыс жасайды. Адамға сенім арту үшін ол адамға 100% сенімді болу керек. То есть ол адамда кепіл болу керек. Түсіндіре алдым ба? То есть ол адам сені точно лақтырмайды деген кепіл болу керек та. Түсіндіре алдым ба? А ондай кепіл болмайды ғой, мүмкін емес қой. Автоматты түрде ондай кепіл болмағаннан кейін бізде бағанағыдай вероятность деген нәрсе пайда болады. Біздің мида а вдруг деген сұрақ пайда болады. Түсіндіре алдым ба? А вдруг деген сұрақ ол даже сен туған бауырыңа да пайда болады. Көбінесе мысалы үшін әке шешесі қайтыс болғаннан кейін бауырлар бір-бірімен не үшін қырылып жатады? Өйткені а вдруг деген ситуациясы бар ішінде. Екеуі бір-біріне сенбейді. Мысалы үшін екі бауыр үлкен бизнес бастайтын болса, әрқайсысы мысалы үшін үлкен ақшадан салатын болса, давай бүйтіп смело не болса болады деп кіретін адамдар өте аз ғой. Түсіндіре алдым ба? Барлығының түбінде қорқыныш жатады. Лақтырып кетсе ше, үйтіп кетсе ше, бүйтіп кетсе ше, жан-жақты ойлар келіп жатады. Не үшін болады ол нәрсе? Өйткені біз бағанағыдай екінші тарапта тұрған адамнан кепілдік алмаймыз да. 100% осындай істей аласың ба, істей алмайсың ба, осындай нәрсеге сай боласың ба, сай болмайсың ба деген кепілдік ала алмайсың. В любом случае ол айтып тұрса да ала алмайсың, юридически қол қойып тұрса да ала алмайсың. Түсіндіре алдым ба? Сол үшін менің миымда міндетті түрде соған реакция шығады. Ол деген в любом случае опаскамен жүреді. 100% мен сізге өзімді былай сеніп тапсырмаймын. Түсіндіре алдым ба? 90% тапсырған күннің өзінде де ол керемет. Түсіндіре алдым ба? Ал енді мен сізге өзімді 100% тапсырмасам, мен 100% ашылмаймын деген сөз. Түсіндіре алдым ба? Ал енді мен сізге 100% ашылуым үшін не істеуім керек? Миыңызбен жұмыс жасау керек. Қалай жұмыс жасау керек ол жерде? Ол жерде мен былай жұмыстануым керек. Қараңыз, ол жерде мен былай жұмыстануым керек. Мен ерекеңе сенуім ол біріншіден сіз қандай да бір нәрсе жасасаңыз да маған қарай мен сол ситуациядан кейін ары қарай өмір сүре аламын деген ойға сенуім керек. То есть я выживу деген ойға сенуім керек. Түсіндіре алдым ба? То есть даже если вдруг вы кинете меня, даже если вдруг у вас не получится, даже если вдруг что-то пойдет не так, короче, по плану жүрмеген күннің өзінде де мен ары қарай өмірімді сүре аламын, ары қарай жұмысымды істей аламын, ары қарай мен өліп қалмаймын деген ойға сенуім керек. Сол кезде мен сізге сенім арта аламын. Түсіндіре алдым ба? То есть уверенность бар, өзіңе уверенность бар кезде сен басқа адамдарға сенім арта аласың. Яғни өзіңнен басталады сонда. Әрине, всегда міндетті түрде адамның өзінен басталады барлық нәрсе. Ал енді сұрақ бұл жерде мен өзіме деген сенімді қаяқтан аламын? Мен өзімді лақтырып жүрген адаммын. Мына сөзіңіз ауыр кетті кәдімгідей. Түсіндіре алдым ба? Мен өз сөзімді орындаймын. Мен қалай сенемін өзіме? Мысалы үшін мен сене алмаймын өзіме. Таңғы 7-де тұрамын дедім, бықсып жатсың мысалы үшін ол уақытта. Мен точно сене алмаймын өзіме. Мен өзіме сене алмағаннан кейін мен басқа біреуге сене алмаймын. Түсіндіре алдым ба? Сол үшін мен сенімді не істеймін? Аллаға бағыттаймын. Өйткені маған Аллах кепіл береді. Қандай? Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха дейді. Мен саған көтере алмайтын жүгіңді бермеймін дейді. Сонда менің өмірімде қандай жағдай болса да, ол мен қарым-қатынасқа кіріп жатқан адам маған қандай әрекет жасаса да, мен ол жүкті көтере алатынымды білемін. Сондықтан біріншіден сенім арту процесі жеңілдей бастайды. Түсіндіре алдым ба? Бұл уже бағанағы адамның ішкі жүйесінде бір қабылданған шешімі да, түсіндіре алдым ба? Осы шешімге қарай ми тынышталады. Адам іштей осындай шешім қабылдаса, қандай болса да, ол мен лақтырса да, не істесе де мен Аллахым тастамайды ғой деген іште бағанағы жылытатын ойы болатын болса, сол сенім болатын болса, ол любой адаммен дұрыс қарым-қатынасқа кіре алады. Түсіндіре алдым ба? А екінші Аллах айтады, мен саған зұлым емеспін дейді. Қандай адам сенің өміріңе келсе де, ол түбінде саған бір
сабақ болып келуі мүмкін, бір зұлымдық жасауы мүмкін ол сенің өміріңде. Енді айта алмаймын 100% барлық адам саған зұлымдық жасамайды деп, жасап кетуі мүмкін, өйтуі мүмкін, бірақ түбінде сен одан бір сабақ аласың. Бәрібір ары қарай егер өміріңді жалғастыратын болсаң, ол жерде сен түсінесің ол ситуацияның сенің өміріңде болу керек екенін деген сияқты. Түсіндіре алдым ба? То есть осындай тарапта адам өз-өзімен жұмыстану керек. То есть өзі сыртқы әлеммен қарым-қатынасқа кірерде бірінші өзімен өзінің қарым-қатынасын туралап алу керек. Мен мысалы үшін өз-өзіме де сенбегеннен кейін, өйткені мен өз-өзімді лақтырып кете бергеннен кейін, мен бұның нәтижесінде өз-өзімді жей бастаймын. Түсіндіре алдым ба? То есть мен мысалы үшін азында таңғы 7-те тұрмай қойдым, болды мен, короче. Бүгінгі күн мен өз-өзімді қырам. Неғып тұрмадың, малсың сен, адам болмайсың, короче, кеше айтып едің ғой, үйтіп едім. Түңіліп жүремін мысалы үшін. Өзімді бағанағыдай негативный эмоцияға түсіремін. Ал енді түсірмеу үшін мен не істеуім керек? Түсірмес үшін бұл жерде тағы бір осындай бір лайфхак бар. Тұрасың да, Алладан кешірім сұрайсың, я Раббым кешірші мені. Өзіңнің қателесуші екеніңді қабылдайсың да. Сен осындай адам екен, енді қателесуші екенімді қабылдайын деп бет алды қателесе бермейсің, ол просто андай қателесіп қалған кезіңде сен түсінесің де ол сенің табиғатыңда бар екен. Түсіндіре алдым ба? Сенің миың қателесу арқылы, қателескеннен кейін сол нәрсені өзгерту, сол нәрсемен жұмыстану арқылы өсетінін, дамитынын түсінген кезде сен мысалы үшін таңғы 7-те ұйықтап қалсаң, болды, хорошо дейсің, тұрасың, я Раббым кешір мені дейсің да, осы тұрған сәтіңнен бастап өміріңді арқылы жақсы жалғастыруға тырысасың да. Түсіндіре алдым ба? То есть бұл бағанағы адамның өз-өзімен бағанағы түбегейлі жұмыс жасау процесі. Жалпы осы психологиялық жағдайды айттық қой біз. Көбінесе осы психологиямен адам келіп түсе ма? Ұзақ уақыттық жаңағыдай выгорание, депрессия или апатия. Вообще қараңыз, ұзақ уақыттық выгорание, депрессия, ми осы жерде қалай жұмыс жасайды негізі? Ми бағытқа байланысты жұмыс жасайды. Бағытсыздықта ол өз-өзін жоғалтады. Бағытсыздық деген не? Адам өмірінде мақсат болмаса, не үшін өмір сүріп жүргенін түсінбесе, кім екенін түсінбесе, білмесе, жалпы ертең дүниеден өткеннен кейін не болады, не істеймін, қалай сүру керек, осы короткий промежуток времени не істеу керек екенін білмесе адам, онда ол адам түбінде базовый потребностьтардың бәрін жауып болғаннан кейін міндетті түрде бағанағыдай депрессивный эпизодтарға түседі. Түсіндіре алдым ба? То есть көбінесе адам болады ғой, бір историяларды естиміз ғой. Ақшаны қырып тауып тастаған, и потерял смысл жизни, мен неме айналсам деп тұрып. Дұрыс, машалла. Өйткені ол просто смысл жизни изначально болмаған ода. Түсіндіре алдым ғой? То есть адам базовый потребность жабатын кезде, мысалы үшін аш адам депрессияға түспейді. Аш адамға депрессияға түсу невыгодно, өліп қалады ол. Түсіндіре алдым ба? То есть тоқ адамдар түседі депрессияға. Уже андай ғапылдық халіне кіріп кетеді, бессмысленность пайда болады. Түсіндіре алдым? Беспечность. Не үшін өмір сүріп жүрсің? Әшейін күнің өтпей бір сондай бір халде жүресің. Не үшін өмір сүріп жүргеніңді білмейсің, не үшін бар екеніңді білмейсің. Сондай бір сұрақтарға жауап табылмаған кезде адам негізі түседі ондай эпизодтарға, ондай состоянияларға. Түсіндіре алдым ба? Ондай халдерге түседі. Орта жастағы кризис деп. Орта жастағы кризис, 35-те кризис. Өйткені сен 35 жыл өмір сүрдің да, вроде қарбаласып, үй алдың, ананы істедің, мынаны істедің. 35 жасқа келген кезде өмірің жартысы өтіп кеткен. А сен жалпы әлі не үшін не істеп жүргеніңді білмейсің да. Түсіндіре алдым ба? То есть ол тек қана психикалық жүйесінен болмайды. 35-те просто ми өзінің дамуын тоқтатады ғой. Дамуын емес, өзінің өсуін, физикалық тұрғыда өсуін тоқтатады ғой. Тоқтатқан кезде бізде гормоналды перестройка болады ағзамызда. Міндетті түрде болатын нәрсе ол. Соған қоса тағы психика қосылған кезде адам кризисқа кіріп кетеді. Ал егер бұл нәрсені сезіп тұрсаң, білесің, сен 35-те тоқтайтыныңды білесің, 35-те ағза баяулайтынын білесің, 35-те ағза уже басқаша жұмыс жасайтынын білесің, өйткені ми өспейді. Ары қарай енді 27-ден бастап 35 аралықта жайлап ми тоқтай бастайды. 35-ке жеткен кезде, 35-40-қа жеткен кезде ми уже обратный процессті бастайды. Уже өлімге дайындала бастайды деген сияқты, уже қартаюға дайындала бастайды да. Сол этаптың ішінде мынау көтеріліп, пигіне жетіп түсіп баратқан кезде осы жерде кризис басталады адамда. Ол кризис бағанағыдай физикалық, психикалық тұрғыда болады. Түсіндіре алдым ба? Сол жерде адам түсіну керек просто. Ол не үшін өмір сүріп жүргенін түсінетін болса, ол адам ол кризистен жеңіл өтеді. Түсіндіре алдым ба? Біз мына миссия дейміз ғой. Бірақ әлі өзінің жағдайын реттемеген адамға миссия деген нәрсемен ойланған дұрыс па, дұрыс емес пе? Жоқ, ойлана берсін, проблема жоқ. Просто кейде егер сенің ойланған миссияң сені әрекетке итермелемейтін болса, онда ол миссияны ойлау емес, онда ол қиялдау деп атайды ол нәрсені. То есть сенің ойлап жатқан нәрсең сені әрекетке итермелемейтін болса, ол жалқаулықтың бір ақталу формасы ғой. Просто әдемі андай упакованный жалқаулықтың формасында. Түсіндіре алдым ба? То есть мен негізі әлемді құтқаруым керек деп, бірақ кәдімгі қарапайым алдыңда жатқан мусорды көтере алмай жатсаң, онда оның пайдасы жоқ қой. Үйтіп ойланғанның пайдасы жоқ.
түсіндіре алдым ба? А так егер сен базовый потребностьін жаппадым, там оған дейін ойлануға болмайды деген нәрсе ондай жоқ, ойлана бер любое время әрекетке итермелейтін болса. Рынокта не деп айтайын, бір енді әртүрлі эксперттен естісің ғой, типа айтады, определенно сен бірінші қаржыңды табысыңды дұрыстамай жатып миссия деп қоймай ақ қой бауырым дейді да. Енді қараңыз, соны сұрап жатқанмын ғой, қаншалықты бұл дұрыс деген секілді. Енді опять мен кепілдік туралы сұрақ қоямын, мен сен өліп қалмайтыныңа қандай кепілдік бар, сен қаржыңды туралап алам дегенше деген сұрақ қой бұл жерде. Ал егер сен ол миссияңды ойламайтын болсаң, онда сен қаншық мақұл ойламай ақ қой деп айтайық, онда қаржың туралап алу үшін саған қанша уақыт керек деп сұрайық. Мысалы үшін мен өзім бизнесмендермен жұмыс жасағаннан кейін мен нақты білемін, адам бизнесменнің қаржысы нақтыланады 10 жылдан кейін. Сонда сен 10 жыл жүрмекшісің ба, не істеп жүргеніңді білмей, әшейін қарбалыста дүниенің артынан қуып, вот сол кезде түсесің ғой сен депрессияға. Түсіндіре алдым ба? То есть, ал егер біз бағанағыдай действительно аш жүрген, бүгін кешке не жейтінін білмейтін адамға, енді оған миссия туралы айтпайсың. Ал егер сенде базовый күніге кешке жейтін тамағың болса, жататын жерің болса, неважно съемный ма, өзіңдікі ма, маңызды емес, бірақ жататын жерің бар болатын болса, және проездге ақшаң болатын болса, онда ойлана беруге жол ашық. Проблема жоқ. Просто сен ол ойланған нәрсең, бағанағы ойың сен әрекетке итермелеу керек. Түсіндіре алдым ба? Сіздің миссияңыз қандай мысалы? Мынандай нәрсе бар, миссия деген нәрсе андай. Мен бөлісуге болмаймын. Жоқ, бөлісуге болады. Просто мен ол нәрсені миссия формасында, миссия деген нәрсені менің миссиям қандай екенін өлгеннен кейін білеміз, иншалла. Нақты менің миссиям қандай екенін. Миссия деген не үшін өмір сүрді деген сұрақ қой. Мен 33 жасыма дейін не үшін өмір сүргенімді айта аламын. Ары қарай не үшін өмір сүргенімді айта алмаймын, өйткені әлі ол уақыт болған жоқ. Бірақ не үшін өмір сүргім келеді деген сұраққа жауап бере аламын. Түсіндіре алдым ғой? Ол уже менің миссиям бола ма, әлде ол менің мақсатым бола ма, или ол менің құндылығыма кіре ма, ол уже басқа сұрақ та. Не үшін өмір сүргім келеді? Максималды түрде енді осы салада адамдарға пайдамды тигізіп өткім келеді. Көп адам ғой. Мен миымдағы сан 100 миллион плюс адам деп ойлаймын. Мен 100 миллион плюс адамға осы бір дені дұрыс ақпарат жеткізіп өтейінші деген нәрсені ойлаймын. Қайыр берекетімен, Аллах нәсіп етсе, сол 100 миллион плюс адамға жеткізу. Қандай формада болсын, контент болсын, там жеке жұмыстары болсын, маңызды емес. Сол бір ол мен үшін бұл big idea болып саналады да, больше миссия емес. Большая идея болып саналады да, 100 миллион адамға осындай бір өзіңнің көмегіңді тигізе алу деген сияқты. Әшейін былай тиіп қажу емес, именно көмегіңді тигізе алу деген формада. Сол нәрсе мені оятады. Мен өз-өзім, мысалы, мен шаршамайды емес, шаршаймын, мен де бачит боламын, мен де кейде да. Сондай ситуацияда мен өз-өзімнен сұраймын, сен жалпы не үшін істеп жатыр едің осыны дейсің ғой. Сол кезде бағана 100 миллион плюс адамға деген кезде дейді да, ми оянады сразу автоматты түрде. Түсіндіре алдым ба? Бірақ бұған жету менде андай сразу бүйтіп бір күнде бола салған жоқ. О, қаншама этап, өмірдің этапынан өткеннен кейін барып өзі сөйтіп құрастырылды. Сол үшін мен миссияны бір андай құрастырылатын пазлмен құрастырылатын бір жүйе сияқты қылып көремін да мен оны. То есть онандай бір қағазға жазып қоятын нәрсе деп көрмеймін да мен оны. Андай ол жыл сайын оған бір пазл қосылып отыратын бір жүйе сияқты қылып қарастырамын мен миссияны. То есть кім болып бұл дүниеден өтті, или кім болып бұның дүниеден өткісі келіп жатыр деген сұраққа жауап қой миссия деген. Түсіндіңіз бе? И мен осы сұраққа мен жыл сайын бір пазл қосып отырамын. Алған тәжірибеме сай бір пазл қосып отырамын. Жылда мысалы миссияңыз да өзгеріп отыруы мүмкін ба? Қосылып отырады, кеңейіп отырады дейік. Өзгермесе де, бірақ кеңейіп, пайдалы болу деген нәрсе өзгермейді, бірақ кеңейе береді. Менің алған біліміме қарай, жасаған жұмысыма қарай кеңейе береді. Түсіндіре алдым ба? Сол үшін миссиямен өмір сүру маған қатты көмектеседі, өйткені ол мені мысалы үшін андай материальный нәрсе, дүниеви заттар мені мотивировать етпейді. Бір нәрсе алу деген нәрселер мені мотивировать етпейді. Өйткені мен миымда ол нәрсе былай. Ақшаң болса аласың ғой бәрібір деген сияқты формада да менде сөйтіп қабылданады да ол нәрсе. Мен ол нәрсеге ұмтылмаймын да, түсіндіре алдым ба? То есть мен ол нәрсеге ұмтылмаймын. Менде бұл бағанағы профессионалдық не болған шығар, менде искажение болған шығар, бір деформация дейді, профессиональный деформация дейді. Мен өзім сондай адамдармен жұмыстанып қаншама сондай алдына мақсат қойып алып одан кейін депрессияға түсіп кеткен адамдардың өмірін көргеннен кейін маған бағанағы тәжірибемнің нәтижесінде бір сол анализ жасаған кезде тәжірибемді мен түсіндім да, қанша мың адамды көргеннен кейін, сонша қаншама адам сөйлескеннен кейін материалдық бір мотивация 25 жасқа дейін ғана сенің өміріңде ауыртпашылықсыз өтеді. 25 жастан кейін материалдық мотивация жүрмейді. 25 жастан кейін сен уже материалдық мотивация өзіңе қоятын болсаң, жеткеннен кейін сен міндетті түрде құлдырайсың.
25-ке дейін сен құлдырайсың, бірақ сен тез тұрасың, өйткені сенің әлі жастық шағыңның энергиясы бар да, түсіндіріп жатырмын ба? То есть сен 1-2 ай жатасың да, ну максимум 1-2 ай 100% жатасың. құлдырай ма адам? Енді 100% деп айта алмаймыз, кепіл бере алмаймыз, бірақ өте үлкен пайыздықта адам құлдырайды, иә. Өте ұзақ уақыт квартира алам деп жүріп, мысалы үшін 2-3 жыл квартираға жұмыс жасап, квартирасын алып болғаннан кейін адам құлдырайды. Өте ұзақ машина алам, көлік алуым керек, мынандай бір Lamborghini алу керек деп жүрген адамдар алып алады да құлдырайды. Ол міндетті түрде болатын нәрсе. Өйткені мысалы үшін азында Бұл жерде құлдырау деген жаңа энергияның тақырыбына келеміз ғой. Иә, құлдырау деген энергия таусылып. Қалай құлдырайды бұл адам? Өйткені мақсатына жетіп алды ғой, болды ғой. Мысалы үшін қараңыз, Сонда төбелесіп мақсатқа көргенсіз ба? Сұрақ сізге. Төбелесіп көргенсіз ба? Бір удардан кейін екінші удар сезіле ма? Сезілмейді. Вообще сезбейсіз, иә? Бетің жыртылып жатса да сезілмейді. Қашан сезіле бастайды? Біткен соң 2 сағаттан кейін басталады. Үйге барған уже барлық нәрсе айқын түрде сезіле бастайды. Тура сол сияқты ғой. Сен төбелесіп жатсың ғой, сен дүниеге жетем деп төбелесіп жатқан кезде сен қаншама уже ағзаңа зардапты шектіріп жатсың да, ұйықтамай жатсың, нервничать жатсың, қырылып жатсың, ағзаңа қарызға кіріп жатсың да, қарыз дәптерге жазып жатыр да, ағза ми жазып жатыр сен сол уақытта. Жазып жатыр. И сен 2 жыл ұйқысыз қырылып, бүкіл отбасыңмен қырылып, өзіңмен қырылып, өз-өзіңді бір даже қарапайым дұрыс ұйықтатпадың да, дұрыс тамақтандырмадың да, бүкіл ағзаңа өзің қарызға кіріп кеткесің. Енді ол қарызды да ақтайтын уақыт келеді ғой. Вот сен мақсатыңа жетіп аласың ғой. Жетіп алғаннан кейін ми болды. Сол сәттен бастап енді қарызды ақтаймыз дейді. Ішіңде сол 3 жылдан бері сындырған нәрсеңнің барлығын саған сыртқа шығарады. Откат бола ма адамда? Откат болады. Сол кезде сен уже бауырыңда, шегіңде, арқаңда, беліңде ауыра бастайды, ұйқыңнан да тұра алмайсың, бұрынғы істеп жүрген нәрсеңді істей алмай қаласың, құлдырап быт-шыт боласың. Сол құлдырау деп біз соны айтамыз. 2-3 айға жоқ боласың кейін. 2-3 айға жоқ болсаң өте жақсы, ол альхамдулилля, ол 2-3 жылға кетесің в среднем. 2 жылға кететіндер бар. 2 жылдан 10 жылға дейін кетеді адам откатқа, егер ұзақ уақыт өзінің ағзасына бағанағыдай қарызға кіретін болса. Айтам 25-тен кейін бұл. 25-ке дейін 2-3 айдың ішінде шыға бересің беймарал. Проблема жоқ. Бірақ 25-тен кейін 2 жылдан 10 жылдың арасында жүресің. Даже қазір мына көрермендердің арасында осының ішінде жүрген адамдар да бар, олар подтверждение бере алады бұған. Ол нәрседен шығу оңай емес. Құлдырауға кеткен адам не істейді ол обычно? Ол жатады. Ол нәрсе істемейді, ол жатады, ол негативит етеді, ол жыланады, бұрынғы істеп жүрген нәрсесін істей алмайды, әлі жетпейді нәрсеге, вот сондай бір андай фазада болады. Содан кейін барып, егер депрессияға түсіп кететін болса, ары қарай ол уже депрессияның симптомдары басталады. Құлдыраған адам ол бастапқыдан бағанағыдай негативный фазаға кіріп кетеді. Барлығы жақсы болып тұрса да, ішінде бір пустота пайда болады. Вроде арманыңа жеттің, аларыңды алдың, қасыңда отбасың, туған туыс барың, бауырың, достарың, барлығы қасыңда, бірақ ішің пустота, мындай бір дым жоқ сияқты ощущение, қорқыныш пайда болады үлкен. Вот құлдыраудың негізгі симптомдары осы. Ол жерде бағанағыдай бұл намаз оқып жүрген адамдардың ішінде де болады бұл нәрсе. То есть ол андай іште бір андай тесік бар сияқты ощущение пайда болады. И вот сол тесікті жамау үшін адам уже ары қарай уақыт керек та, оған уақыт керек и дұрыс бағыт керек. Мысалы үшін біз сондай кезде келеміз адамның өміріне. Өзіңіздің өміріңізде осындай құлдыраулар болды ма? Болды. 2019-да мен сол құлдыраудың себебінен кейін дінге келген адаммын өзім. Сондай ситуациядан кейін. Ол кезде менде барлық нәрсе болды. То есть өте көп. Енді ол кезге 2017-2018 жылдар мен айына 10 миллион теңге табатын едім. То есть ол кезде ақшаның құны басқа еді. Қазіргі мен 30-40-қа келеді ау. 30 болмаса да 2 есе примерно. Ежемесячно, ай сайын. То есть ол ақша жағынан проблема жоқ, барлығы жағы өсіп келе жатыр. То есть барлығы идеальный болып тұрған кезде кетті ғой менікі. То есть андай сол кезден бастап бірінші эмоционально құладым мен. Эмоционально құлағаннан кейін артынша уже жайлап байқамай көзімді ашып қалсам 2021 жылы 90 миллион қарыздың ішінде жүрмін да. Сіз 2 жылға кеттіңіз ба? Аха, 2021 мен енді ары қарай кетуге болмады уже, потому что уже аштық басталды. Қарыз деген нәрсе өзі жейді ғой адамды сөйтіп. 2021 қалай болды сонда? Мысалы, өзіңіз түсініп тұрсыз ше, ол құлдырау болып жатқан, или бұл кезде оны білмедіңіз ба? Андай ғой, теориялық тұрғыда біле бересің ғой, барлық нәрсені. Бірақ физикалық тұрғыда уже әрекет формасында басқарамай қаласың өзің денеңді. Ол сондай болады. Менікі прям депрессия болды ғой менікі. 1 жылдық депрессия болды, оған дейінгі этап болды, кейінгі шығу этапы болды. То есть менде кәдімгідей 1 жыл бойы андай состояние болды, сағат кешкі 10-ға шейін өмір сүресің, кешкі 10-нан кейін таңға дейін не болғанын білмейсің. Андай физикалық тұрғыда болып жатқанын білесің, бірақ әшейін бүйтіп мынандай болып далада жүресің өзіңмен өзің.
жындадан ұқсап жүресің, содан кейін барып қайтадан өзіңе келесің деген сияқты ғой. То есть хотя барлығы жақсы да, ол кезде оқытылдым да, барлық нәрсені істедік, енді ол жерде тек қана бір психикалық тұрғыда емделген жоқпыз, жан жақты көрдік бұл нәрсені емдеп. Сол кезде түсінгенім, мен өзімнің түсінгенім, оған дейінгі этапта менде страшно энергозатратный уақыт болды да, 10 жыл бізде тоқтамай спринт болды да, осы бір нәтижеге жету керек деген. Тоқтамай жұмыс істегенсіз. Жұмыс болғанда оқу бар. Бізде медицинаның оқуының өзі оңай емес, таңғы 8-де басталады, кешкі 8-ге шейін жүресің сандалып универде. Мынандай том кітаптарды оқытқызады, ол жерде еще ChatGPT деген нәрсе жоқ, барлық нәрсені жаттау керек, барлық нәрсені оқу керек. Одан бөлек мен оған қоса тағы жұмыс істеймін, суббота воскресенье жұмыс істеймін. Одан бөлек бізде практика бар. Біз практиковаться етеміз еще, әр больницаға барып, моргке барып, аняққа барып практика өтеміз. В общем, күн-түн бізде андай жоқ қой, 2 сағат, 4 сағат, 5 сағаттан ұйықтайсың да жүре бересің былай. Жас болғаннан кейін білінбейді, жүре бересің. Сосын 2015-те универді бітіріп, 2015-те Шымкентке қайтып келем, үйіме. Қайтып келем да, вот получается, майда бітірем, сентябрьда сразу жұмысқа кіріп кетем ғой. Жұмысқа кіріп кетем да, ол жерде қайтадан басталады круговорот. То есть менде андай бір демалатын уақыт болмады да. И сөйтіп кетті. Ол уақыттың ішінде мен еще 60 килограмм салмақ тастадым. Ол да нагрузка организмге. Сөйтіп жүрген кезде 60 килограммды қанша болдыңыз сонда? 138-ден 68-ге 138 болғансыз ба? Аха. 68-ге шейін. Мынандай болып қалған кез. Өмірдің біраз краскасын көргенбіз деңізші. Салмақпен де күрескенбіз. Сөйтіп жүрген кезде бір қарап қазым 2018-дің аяғы болып жатыр екен уже. 2018-дің аяғында уже барлығы жақсы. Финансы жағынан барлығы жақсы. Енді сол кезде кетті ғой. Бәрі жақсы болып бара жатыр, просто кетіп қалады. Просто эмоционально құлайсың, потому что мы уже сол кезде түсінді да, что можно. Қазір уже өлмейміз аштан. Өйткені барлығын өтіп қойдық уже. Типа сол этапқа, сол деңгейге дейінгі барлық нәрсені өтіп қойдық. Қазір можно восстанавливаться деді да. Біздің аудиторияда осындайға түсейін деп жатқан или түскен адамдар болса, или слишком ондай 2 жыл емес, жаңағыдай 1 айлап или бір определенный бір этапта выгорание жүрген адамдар болса, бұл кісілерге мысалы қандай бір, егер ол адам маған келетін болса, енді уже депрессияның ішінде жүрген адам болатын болса, біз оның симптомдарынан, айтқан сөзінен бағанағы тест тапсыртқызамыз. Тест бека деп аталады. Ол тест тапсырған кезде адамның депрессияда екенін көретін болсақ, біз уже психиатрларға жібереміз ол адамды. Психотерапевттерге, психиатрларға ол адамды жібереміз. Ары қарай уже ол, потому что біздің уже біз көмектесе алмаймыз ол адамдарға. Ал егер адамдар енді сол этапқа түсіп жатса, енді басталып келе жатса, мысалы шандай, барлығы жақсы, бірақ ары қарай қайқа барарын білмей жатырмын. Барлығы жақсы, вроде барлығы бар, бірақ мен что-то біртүрлі сезініп жүрмін өзімді. немесе өзімді таппай жүрмін. Қызық емес болып қалды, өзімді таппай жүрмін деген сұрақтар пайда болатын болса, ол кезде уже значит жақындап жатыр деген сөз ағза. Иә, ол әлі 1-2 жыл бар әлі, бірақ жақындап қалды деген сөз да. Егер сен плюс еще 23-тен жоғары болатын болсаң жасың, онда сол кезде бізге келген, сол кезде біз жұмыс жасаймыз да осындай адамдармен. Негізі әбекемен отырып алдын попросить еткенмін, осы именно біздің YouTube оқырмандарға арналған бір продукт жасайық, яғни курс бір 10-20 немесе қанша сабақ жасай аламыз, сонша сабақтан құралған және бір қол жетімді бағада болсын деп мен ойлаймын. Осы тақырыпты сол жалпы бұл жерде адам бір видео көріп өзі білім алып, бұл нәрсені бір кішігірім болса түсіне ала ма негізі, или бұл жаңағыдай бір или басқаша бір көмек керек болып жерде негізі? Түсінікті. Енді қараңыз, бұл этап уже басталып кететін болса, психиатрларға бару керек. Бізде көп адам мысалы үшін өзінің депрессияда жүргенін білмейді, бірақ негізі депрессияда жүрген адам көп. Симптомдарын айтып өтіңізші бір 2-3 кратко. Оқшаулана бастайды адам. Адамдармен араласқысы келмейді, жайлап уже жаман ойлар пайда бола бастайды миында. Суицид жайлы ма? Жоқ, не обязательно, бірақ стойкий жаман ойлар болады. Ұзақ уақыт бір жаман ойдың ішінде жүреді, ұзақ уақыт. Мынандай емес та, короче, эпизодпен кірмейді да ол ойлар. Постоянно сондай ойдың ішінде жүреді, ұйқы бұзылады, күн-түн ауысады. Тамаққа деген адамда бағанағыдай либо қатты аппетит ашылады, либо қатты зауқы кетеді, вообще қызық емес болып қалады тамақ. Адам жуынуға еріне бастайды. Кәдімгідей жуынғысы келмейді, жата бергісі келеді бір орында. Міне осы симптомдар бұл кіреберіс. Сіз салмақ сөйтіп қостыңыз ба өзіңіз? Жоқ, мен салмақ бұрыннан бар. Окей. Тұма салмағы бар адаммын ғой. Вот, сол үшін адам осындай симптомдарын көріп жатса, осы жерде уже дабыл ұру керек. Бұл жерде егер адам бұндай халде жүретін болса, қасындағылары дабыл ұру керек. Негізі. Түсіндіре алдым ба? Қасындағылар дабыл ұру керек та, ол адамды психиатрға апару керек. Пока кіріп кетпей жатқан кезде, кіріп кеткеннен кейін қиынырақ болады уже.
кіріп кеткеннен кейін енді шығарады, енді иншалла шығады ғой, бірақ ұзақ уақыт кетіп қалуы мүмкін да, түсіндіре алдым ба? Сол үшін енді бұл неден басталды? Бағанағыда айттық қой, 25-ке дейін, 25-тен кейін деген нәрсені айттық қой. Бұл құлдырау міндетті түрде болады. 100% деп айта алмаймын, бірақ міндетті түрде. Любой адамның өмірінде кездеседі. Міндетті түрде кездеседі. Бірақ андай барлығының формасы тяжелый болмауы мүмкін. Легкий формада өтіп кетуі мүмкін, бірақ құлдырау міндетті түрде болады. Өйткені адам неден құлдырайды? Адам түбінде мына сұраққа қайтып келу керек қой. Мен вообще не істеп жүрмін деген сұраққа қайтып келу керек қой. Өміріне, адамның өміріне мағына тапқызатын сұрақ қой мынау. Осы мағына тапқызатын сұрақ, сіз бағана басында қойғандай, адам өзінің базовый потребностьтарын жауап болғаннан кейін адам мағына іздей бастайды өмірден. Өйткені біздің философиямыз сондай, біздің жаратылымыз, табиғатымыз сондай. Біз уже мағынасыз өмір сүре алмаймыз. Түсіндіре алдым ба? И вот мағына іздеген кезде адам мағына таппайтын болса, осындай нәрселерге кете бастайды. Сол жерде уже мынандай әңгімелер шығады, невдингі ақша деген нәрселер шығады. Өйткені невдингі ақша деген кім айтады? Ақшасы бар адамдар айтады. Ақшасы бар адамдар, көрген адамдар, уже көріп тұр, міне ақшам бар, бірақ бақыт жоқ екенін көреді, содан кейін айтылады да ол нәрсе. Ақшасы жоқ адамның невдингі ақша былай естіледі да, ол ақталу сияқты естілуі мүмкін да. Ақшасы бар адамға ол уже түсініп тұр да, уже по факту қандай екенін. Шынымен қарайтын болсақ, адамның бақытты болуы үшін ақша керек. Андай жұт болып отырсаң бақытты бола алмайсың. В любом случае ақша керек деп айтайық та. Потому что бізден радикально ойламауымыз керек та, ақша вообще керек емес маған деген сияқты. Жоқ, ақша да керек өмірге, адамдар да керек, туыс та керек, қарым-қатынас та керек, жұмыс та керек, жақсы көретін де жұмыс керек, күнделікті шұғылданатын хоббиң де керек. Барлық нәрсе ол сенің іштегі бір мұқтаждықтарың. Түсіндіре алдым ба? И осының барлығын объединять етіп отыратын мен неғып жүрмін деген сұрақ. Осының барлығын басын қосып отыратын, уыстап отыратын сұрақ, мен вообще неғып жүрмін деген сұрақ. Мен кіммін деген сұрақ. Түсіндіре алдым ба? И осы сұраққа жауапты адам бағанағыдай іздей бастайды міндетті түрде. И осы сұраққа жауап таппаған кезде адам қиналады. Түсіндіре алдым ба? Ал енді бұл қаяқтан шықты? Энергия тақырыбынан шықты ғой. Не үшін энергияға біз бұл нәрсені алып келдік та? Адамның бағана миы, біз бағана айттық, бақыт берген кезде ғана жұмыс жасайды дедік. Мақсат көріп тұрған кезде, нәтижесінде не болатынын көріп тұрған кезде, қайқа баратқанын біліп тұрған кезде, соған энергия бөлінеді. Энергия деген бір бухгалтериядан бөлінетін бір финансовый не деп айтуға болады да. Финансы деп айтсақ болады да, короче, түсіндіре алдым ба? То есть бухгалтерия бөлетін бір определенный доля финансов да. То есть оны не үшін бөлу керек екенін сен бухгалтерияңа, ішкі бухгалтерияңа бағанағыдай обосновать етіп беру керексің да, түсіндіріп беру керексің да, не үшін ол ақшаны бөліну керек екенін, ол энергия не үшін бөліну керек екенін. И вот осы жерде как раз адамдарға мақсат, миссия, құндылық, бағанағы big idea деген нәрселер керек болады. Адамның өмірінде энергиясы таусылмасын дейтін болсаң, адамның өмірінен асып кететін мақсат керек. Сен өміріңнен ұзағырақ, мысалы үшін Илон Маск сияқты да айтады ғой, 1 миллиард адамды Марсқа көшіргім келеді дейді. Ол оның өмірінен асып кетеді ол мақсат. Түсіндіре алдым ба? Ол Марсқа қашан өзі әлі жете алмай. Ол мақсатқа адам сену шарт па, шарт емес пе? Шарт. Сенімсіз ешнәрсе жұмыс жасамайды ғой. Сенімсіз сен өзің бармайсың ғой. Мысалы үшін қараңыздар, сенімсіз адамның әрекеті қандай болады? Ровно бірінші шалынысқа дейін болады. Сенімсіз адамның әрекеті. Ал енді бизнестің бір рет провал болса, бұл бет қайтып істемей қояды. Сразу. Мысалы бизнесті жүрмей қалды деп бастаған кезде, ол жүрмейді точно. Бірден бір нәрсе бір проблема болған кезде қайтадан жауап береді. Ал енді қараңыздар, бизнестің бірінші 3 жылдығында закон притирки деген нәрсе бар бизнесте. Сен міндетті түрде қадаласың бизнестің бірінші 3 жылдығында. Соған дайын болу керексің сен просто. Неге қадаласың? Өйткені сен әлі нарықпен таныс емессің, нарық сенімен таныс емес. Ол жерде гипотезалар болады, өте көп ақша кетеді, өте көп сен тестировать етесің, мынау болады, анау болады. Сосын кадрларың әлі саған бағанағыдай жүрек батпаған кадрлар, олар әлі сенің командаңмыз деп санамайды олар әлі өзін до конца. Сол үшін текучка кадров болады, кетушілер көп болады, істеп жатқан адам жұмысын тастап кете салады деген сияқты көп болады. Потом сенде әлі поставщиктармен әлі бағана қарым-қатынасың онда идеальный емес деген сияқты. Сол үшін бизнестің бірінші 3 жылдығында притирка с рынком деген заңдылық бар. Сен сіңісу дейді ғой, нарыққа сіңісу. Осы сіңісу процесінен өте алсаң, сен оған 3 жылдай өтеді, примерно 3 жылдай кетеді. Сіңісіп болғаннан кейін сенде келесі этап басталады, ол бағанағы плато деп аталады. Қанша жұмыс жасасаң да, не өспейсің да, не құламайсың да. Бір точкада тұрасың, короче. Плюс-минус бір 10-15%-ке өсіп отырасың, келесі жыл 10-15%-ке құлап отырасың. Бір осындай бір 2 жылдық, 3 жылдық точка бар. Содан кейін барып осыны шыдай алсаң, 5-6 жылдан бастап рост компания кетеді. Түсіндіре алдым ба? Енді қараңыз, сенімі жоқ адам, мына 5 жылдық соққыны
соғыста шыдай ала ма? Өте алмайды, ол шыдай алмайды. Ол кетіп қалады. Сол үшін нарыққа, мысалы үшін жылда 10 000 ИП мен ТО ашылады бізде. Жылында. Ол қашан 23-те көрген статистика бұл. 10 000 қазір көбірек ашылып жатқан шығар одан. 10 000-дан қаншасы қалады? Жылдың аяғына дейін 1000-ы қалады. 97% жабылады дейді. 90% жоқ болып кетеді да сонда. Қараңыз, енді ол 90% олар да сен сияқты амбициямен бастады ғой. Мен болды, жетем, мықты, болды, әлемдегі номер 1 донерка боламыз деп бастады ғой олар да. Бірақ не үшін құлап кетті олар деген сұрақ қой. Сол сенімнің жетіспеушілігінен. Сенімнің жетіспеушілігінен адамның қайталап әрекет жасауы мүмкін емес болып қалады. Түсіндіңіз бе? Вот сен бір нәрсеге сенетін болсаң, физикалық тұрғыда сен екінші рет қателескеннен кейін тұрып қайтадан әрекет жасай аласың. Сенбейтін болсаң әрекет жасай алмайсың. Міне осы метрика. Осы мына жерде уже адам либо құлдырайды, либо өседі деген сияқты ғой. Сол үшін міндетті түрде адамға сенім керек. Енді энергия қайтып келетін болсақ, бұл жерде қайтып келе бердік қой, машалла. Энергия тақырыбына қайтып келетін болсақ, бұл жерде мынандай нәрсе да, бізге энергия постоянно келіп отыру үшін біз бағана айттық, адамға үлкен мақсат керек дедік. Сіз соған сұрадыңыз, үлкен мақсатқа адам сену керек па деп. Сену керек міндетті түрде. Адамға энергия болу үшін, адамның бойында, миында энергия болу үшін адамға мақсат керек, миссия керек, үлкен идея керек. Вот. Сол нәрсеге беріледі энергия. Түсіндірдің бе? Ал үлкен мақсаты жоқ адамдарда, мысалы, мен көп деп ойлаймын ше. Майда болса да соған беріледі энергия. Сол майда мақсатыңа жеткенге дейінгі энергия беріледі. Одан кейін бұл берілмейді. Келесі мақсатты тапқанша мынандай состояниеда жүресің. Сол бір мақсат пен екінші мақсаттың ортасында ұзақ уақыт біз бағанағыдай құлдырау состояниясында болып қаламыз да. Бұл берілуін айтып отырмын ғой. Ал ортадан кесіліп тоқтап қалған кезден қалай тез шықсақ болады, немесе қайтсам болады, миымыз осы кезде қалай жұмыс жасайды? Жаңағыдай менің ситуациям бар ғой, мысалы түсіп қалдым, каким-то образом мен бір аптада шығып кеттім. Это было удивительно для меня. Но мен ойлаймын, бұндай состояние қазір біздің көріп отырған, мысалы, аға, бауырымыз, қарындастарымыз, әпкелеріміз көбісі түседі. И андай сіз айтып отқандай андай ауыр 2 жылдық 10 жылдық емес, жаңағыдай 1 айлық, 1-2 апталық, немесе 2 айлық деген сияқты. Вот сұрақ сізге, сіз не үшін түстіңіз? И не үшін шықтыңыз деген сұрақ сізге. Не үшін шықтыңыз? Мен не үшін шықтым? Потому что дәл солай өмір сүргім келмеді уже. Спортты қолға алғым келді. И мен жоқ, оған не себеп болды? Не үшін керек болды сізге ондай өмір сүрмеудің себебі не? Олай өмір сүрмедім. Мен өзімді болашақта өйтіп көрмеймін. Жоқ, мақұл ғой, ол, бірақ сол нәрсе мотивация болды ма сізге? Маған ба? Я так не хочу жить деген нәрсе мотивация болды ма? Не мотивация, не түрткі болды? Мысалы үшін мен айттым бағана, маған түрткі болатын әрдайым стать лучшей версией себя в этом году. Мотивация болды, бізді көріп отқан адамдар ол нәрсе мотивировать етпейді көбінесе. Мысалы үшін маған әрдайым мотивация болатын нәрсе, мен орнынан тұрғызатын нәрсе, бағана жоғарыда айтып өттік, ол не? Менің миссиям дедік, бағана. Сен әлі 100 миллионға көмектесіп болған жоқсың ба, қуасың ба деп миым оятады да, мен түсіндіре алдым ба? Вот сондай вот, қуасың ба, не алып жатсың деген идея не болды сізге? Әлі бір нәрсеге жетпедік қой, әлі бүйтіп жататындай халге жетпедік қой деген сияқты түрткілер болды ғой. Ондай нәрселер ма? Болды. Вот не болды сол? Спортты мысалы бастауыма мен әлі өмірімде өзімнің идеальный телосложениемді көрген жоқпын, и мен соған жеткім келеді. Үйленгенсіз ба? Жоқ, үйленбегенмін әлі. Вот, ол себеп бар ма? Ол да бар. Әлі үйленген жоқпыз ғой деген себеп бар. Түсіндіре алдың ба? Кейін бар жаңағыдай. Артық салмақпен күресу керек. Ертең мысалы қайтсам болады, денсаулығыңа өзің қарауың керек. Жұмыс жасау керек, ақша табу керек, әлі өзің пландарың бар, мынанша миллион табу керек деген сияқты целдер оятты деп айтайыншы. Вот міне көрдіңіз ба, то есть сізде оятып жатқан не? Сізде де оятқан мақсаттар. Түсіндіре алдым ғой, сол үшін андай мақсаты жоқ адамды еш нәрсе оятпайды. Өйткені процесс мақсатқа байланады. Түсіндіре алдым ба? Адам өзімен өзі тұрып барып, мен спортпен айналысайын демейді ешқашан.
өзімен өзі барып ше, ол спортты бір нәрсеге байлайды. Мысалы үшін біз білеміз, адам спортты неге байлайды? Адам спортты тойының жақындап қалуына байлайды, тестостерон азайып кеткен кезде ертең бала туғызу үшін соған байлайды адам спортты. Артық қатты салмақ өте үлкен, уже өлім қаупі келіп тұрған кезде соған байлайды спортты. Тағы да неге байлайды спортты? Или там қыздарға ұнау үшін байлайды, қыздар болатын болса, там өзінің там күйеуіне ұнау үшін деген сияқты, или там өз-өзіне ұнау үшін, көйлекке сию үшін, сондай бір себеп болу керек қой. То есть процесске себеп керек. Біздің бағанан бері айтып жатқан тақырыбымыз сол. То есть бағанағы мақсат, big idea деп жатырмын ғой. Big idea адамға не үшін керек? Чтобы сен әр 2 жыл, 1 жыл сайын себеп іздеп отырмас үшін. Яғни адам бұл құлдыраудың осындай бір кішігірім деңгейіне келген кезде адам бұл нәрседен шығу үшін не үшін керек деген сұраққа жауап беру керек. Не үшін шығуым керек деген сұраққа жауап беру керек та. То есть сен осындай халде жататындай уже барлық мақсатыңды орындап қойдың ба деу керек та. То есть или әлі бар ма деген кезде бар болып тұрса ол шығады. Енді басталып келе жатқан болса. Бар болып тұрса ол шығады точно. Қараңыздар, бұл жерде точно бөлу керек. Адамның шынайы сеніп қойған big идеясы мен сырттан біреудің байлап берген big идеясы болуы мүмкін. Онда ажырата білу керек. Ажырата білу керек. Ол басқа тақырып, яқа кірсек ұзаққа кетіп қаламыз, бірақ адам ажырата білу керек. Өзінікі болмаса ол тұрмайды. Өзіңдікі болмаса ол тұрмайды. Ол жата береді ары қарай. Мысалы үшін машина алу керек деген нәрсе, мысалы үшін машина мені особо мотивировать етпейді, поэтому машина болатын болса, попты дейді да жата береді ары қарай ми. Әр адамның өзінің мотивировать ететін нәрсесі болады. Әр адамның өзі түрткі болатын нәрсесі болады. И вот сол түрткіні өзің қағазға жазып алу керек па, или бір нәрсе істеу керек, ойыңда сақтап отыру керек па, мысалы үшін әрдайым сол нәрсені айтып отыру керек па, телефон экраныңа қойып аласың ба. То есть ең бірінші бағана сіз айтып отырсыз ғой, шығу үшін не істеу керек деп. Есіңе түсіру керек, не үшін өмір сүріп жүргенін. Есіңе түсіру керек, осыған дейін не үшін істегеніңді есіңе түсіру керек. Түсіндіре алдым ба? Енді жетіп қойған адам болатын болса, уже көбінесе біз айтып отырмық қой, жетіп қойғаннан кейін құлайды деп отырмық қой. Жетіп қойған адам болатын болса, оған онда срочно отыру керек та, бағанағы big идеяны табу керек. Потому что таппаса, ол қазір екінші спринтқа шығады. Тағы да жетуі мүмкін, ықтималдығы бар. Бірақ оға жеткеннен кейін уже қолдырауға ұзағырақ уақыт кетеді. Үшінші спринтқа шықпайды. Уже жасы жібермейді ары қарай оға шығуға. Түсіндіре алдым ба? Біздің әке-шешемізді қарайтын болсақ, мысалы үшін көбінесе мынаны байқайсыз ғой. 50-дегі, 55-дегі кісілердің көбісі уже беріліп қойған кісілер. Боптық не болса, осындай өмір сүріп жүрген кісілер. Мысалы үшін бар мен базар болып жүрген кісілер. Ұмтылмай, дамымай, оқысы келмейді. Америкаға қарайтын болсаң, 50-де де жүгіріп жүреді далада, мысалы үшін. 70-те де бір бәле істеп жүреді азаннан кешке шейін, мысалы үшін. Неге? Сол бағанағы адамның іштегі берілу, берілмеуіне байланысты ғой. Ал берілу, берілмеу сен байланған мақсатыңа байланысты деген сияқты. Жас кезінен де беріліп қоятындар бар, Ондайлар да бар, Сол үшін айтып жатырмын, спринтовать етпес үшін изначально адамда үлкен мақсат болу керек. Менде мынандай бір қайтсам бір парадокс пайда болып тұр да. Жаңағыдай адам бір условно мақсат қояды, допустим, үй деген, үйге жетіп қойса құлдыра басталады. Мынау big idea деген бұл как будто бір адамның өмірінің соңында жететін немесе жетуге ықтималдығы өте қайтсам болады, вероятность немножко ниже, и адам осылай өзіне получается big idea мен big dream мен үлкен спринтқа жүгіре ма сонда? Өліп қалады да жолда просто. Құлдырап үлгермейді да, просто өліп қалады жасы келіп. Бұл сонда миды алдаудың бір формуласы ма или қалай? Миды алдаудың емес, негізі андай. Алдау емес қой, бұл просто мимен жұмыстанудың формасы да. Прикольно. Да, то есть типа просто спринтіңнің уақытын ұзартасың да. Мысалы сен квартира алатын кезде 1 жылдық 2 жылдық спринтқа жүгірмейсің, сен өмір бойылық спринтқа жүгіресің. Сол нәрсе big idea деп аталады. Ол уже марафон болады да, спринт емес. Спринтсіз спокойно өмір сүруге болмай ма? Спринтсіз спокойно өмір сүруге болмай ма? Бола береді, пожалуйста, проблема жоқ. Бірақ мынандай ғой, спокойно деген ол қалай? Спокойствие деген нәрсе адам дамыған кезде, өскен кезде, не үшін өмір сүріп жүрген кезде, түсінген кезде келмей ма? Ал әшейін былай азаннан кешке шейін бір жаққа барып, қайтып келіп, үйіне барып, жатып тұрып жүрген адамға жалығу келеді, оған спокойствие келмейді. Ол наоборот ызаланып жүреді, одан сайын. Наоборот, спринтта адам спокойствиеға келеді. Конечно. Соның ішінде жүрген кезде адам мен керек екем ғой әлі деген оймен жүреді. Ондай мақсаты үлкен бір алдында тұрған, күтіп тұрған нәрсесі болмайтын болса, ол адам мен керек емеспін ғой деп өз-өзін сыптай салады ғой. Ол просто андай уақытын өлімін күтумен айналысады, әшейін ұзақ уақыт жүреді сөйтіп.
ондайлар да бар, в смысле ондай халде жүргендер де бар да, түсіндіре алдым ба? То есть біз бұл жерде енді ана энергияны оятуды айтып жатырмыз ғой. Энергияны ояту үшін адам кіру керек, спринт емес марафонға кіру керек ұзақырақ уақытқа. Спринтқа кірсең де проблема жоқ, просто бағана басында айтып өткендей 25 жасқа дейінгі спринттан адам тез кіреді, тез шығады, тез кіреді, тез шығады. И адам сол майндсетте қалып кетуі мүмкін да, сол ойлау жүйесінде қалып кетуі мүмкін да, ары қарай да осындай болады деп ше. 30-дан кейін уже ондай болмайды. 30-дан кейінгілер өздеріңіз мысалы үшін қазір подтверждать етіңіздер. 30-дан кейін сен 20-дағыдай уже ынталанамайсың. Мысалы сізде қазір осындай краткосрочный аз уақытқа түсіп тұратын осындай нелер бола ма? Мини құлдыраулар или болмай ма? Енді қараңыз, менде мен бұны не үшін қойып жатырмын? Сізде өміріңіз сөйтіп кездесе ма? Егер кездесіп жатса, бұны сіз қалай шешесіз? Менің өмірімде лично мысалы жылына бір рет, 2 рет немесе кейде 3 рет, бұрындар вообще часто болатын ше. Коучингті кішігірім сәл оқып алғаннан кейін уже частотасы азайды деп айтайыншы. И осындай менің өмірімде болды, лично өзіме керек та бұл нәрсе қазіргі ақпарат. И көріп отырған біздің оқырмандар бар, который часто кездеседі, өзім достарым бар, кәсіпкерлер бар, мынау бар. Жылына сөйтіп 1-2 рет түсіп қалады, 1 айлаға, 2 айға пропадать етіп ше, біреулер жарты жылға кетіп қалғандар бар да. Прям деп жүрген кезде. И осындай мини құлдыраулардан қалай біріншіден мен оны болғызбаймын. Қалай болғыздырмау керек? Мен біріншіден оны болғызбаймын. Өйткені менде тек қана жұмыс істеудің емес, демалудың да графигі бар. Яғни бұдан шығады то, что демалып тұру керек. Конечно, то есть құлдырау деген не? Құлдырау деген сен қарызға кіріп кеттің деген сөз ғой. Мен қарызға кіргізбеймін просто, ағзамды қарызға кіргізбеймін, психикамды қарызға кіргізбеймін. То есть мен жұмыстың уақытында 110%-ге жұмыс жасайтын болсам, мен демалыстың уақытында 110%-ге мен демаламын. Демалыстың уақытында мен шаңғыға барамын, мен лыжыға барамын, жылына 1 айға тасбақалармен шомылып Африкаға кетіп қаламын, жылына 1 айға мен мысалы үшін басқа елге кетіп қаламын деген сияқты сондай бір процесстер бар. Енді қазір мен әлі үйленбегеннен кейін, менде әлі анау отбасылық обязательство болмағаннан кейін маған бұл нәрсе өтеді. Түсіндіре алдым ба? То есть бұндай формадағы демалыстар өтеді. Ертең үйленгеннен кейін иншалла бала шаға пайда болғаннан кейін по-любому басқаша болуы мүмкін. Бірақ оны білмеймін. Дәл қазір менде просто мен өзіме қатты шаршауға жол бермеймін. Түсіндіре алдым ба? Яғни жақсылап демалып тұрасыз. Иә. То есть это единственный выход, да? Да. То есть демалысы жоқ адам міндетті түрде құлдырайды. Вопрос времени. Демалыс деген түрлері бар ғой, мысалы. Понедельниктен субботаға жұмыста, воскресенье демалыс деген демалысқа жата ма, бұл жатпай ма? Қалай демалғаныңа байланысты. Әшейін жататын болса, мысалы үшін қара, демалыс деген не? Бұл дүниеде барлық нәрсе екі жүйелі болып жаратылған. Білесіз, күн түн, ақ қара деген сияқты, ер әйел деген сияқты. Ол екеуі бір-біріне не? Қарама-қайшы. Машалла, демалыс деген де жұмысқа қарама-қайшы нәрсе болу керек. Мысалы үшін, мен жұмысты телефонмен істейтін болсам, мен демалысым телефонсыз болу керек. Мен жұмысты понедельниктен пятницаға шейін жұмысты телефонмен, үйге келдім да ары қарай телефонмен бірақ TikTok көретін болсам, ол демалыс емес, мен миым ары қарай жұмысын жалғастырып жатыр деген сөз. Түсіндіре алдым ба? Сол үшін мен демалыс күндері, немесе мен демалыс күнім таңнан кешке дейін, таңнан түнге дейін мен телефонды қолға алмаймын. Мысалы, егер жұмысың гид болу болса, допустим, физически болатын болса, үйде жату кезде. Шықпашы жаққа. Түсіндіре алдым ба? Ондай кезде шахтер болсаң, келді жат үйге. Вот сол кезде сенде баланс пайда болады. Түсіндіре алдым ба? То есть мен мысалы үшін не істеймін? Мен қолым телефонды алмаймын. Мен бірақ андай телефонды алмаймын деп бүйтіп телефонды қойып қойып, оның айналасында айналып жүрмеймін ғой. Специально мен планировать етемін. Телефонды алмайтындай қылып, ала алмайтындай қылып. Түсіндіре алдым ба? Бір күнге баняға кіріп кету, бір күнге тауға кетіп қалу, амал жоқ, аламайсың телефонды. Алғың келсе де аламайтындай қылып тастаймын да мен демалысым. Түсіндіре алдым ба? То есть и содан кейін уже автоматты түрде ми демалып үйренді менде. И мен сөйтіп демалып алғаннан кейін келесі этапқа, келесі аптаға мен уже андай бодрый болып кіремін да максимально. Түсіндіре алдым ба? Апта сайын сөйтіп жасап тұрасыз ба? Апта сайын. Менде күнделікті демалыс формасы бар. Апталық бар, айлық бар, жылдық бар. Планируйте соны. Күнделіктісі мен мысалы үшін сағат таңда жұмыс қоймаймын. Мен таңда ұйқыдан тұрғаннан кейін өзімнің нелерімді жасаймын, баған құлшылығымды жасаймын, одан кейін отырам, кітабымды оқитын болсам, кітабымды оқимын. В общем, сағат 12-ге дейін мен бағанағыдай адамдармен қарым-қатынасқа кірмеуге тырысамын, потому что ол уақыт мен өз-өзіммен қарым-қатынасқа кіруге арналған уақыт. Өз-өзіме көңіл бөлетін уақыт. Ол уақытта бағанағыдай істейтін нәрсе, спортпен айналысамын деген сияқты істеу керек нәрсенің барлығын істеймін. Күнделіктісі осы. Аптасына бір күн менде обязательно міндетті түрде баня бар. Баня болмайтын болса тау бар деген сияқты. Қазір енді тау болмағанда біраз болып қалды. Бірақ оның орнына баня бар, аптасына бір рет міндетті түрде. Айлық, мысалы үшін айына бір рет мен міндетті түрде бір сапарға шығып тұрамын.
майда қысқа болсын бір сапарға шығып тұрамын, орынды ауыстырып отырамын. Жылына бір рет мен бір айға или минимум 2 аптаға андай вообще жұмысқа қатысы жоқ сапарға шығамын. Өткендегі Африка сияқты сондай бір алдындағы мына мысалы неге Таиландқа бардық деген, Таиланд емес, Малайзияға бардық, оның алдында Дубай деген сияқты сондай бір сапарларға шығып тұрамын. Енді ол менің формам демалудың. Әркімдікі әртүрлі болуы мүмкін, просто қарама қайшы болу керек жасайтын жұмысыңа. Маған ең бастысы адамдарды консультировать етіп кетпеу. Менің демалысым сол. Түсіндіре алдым ба? То есть сол үшін мен ондай нәрсені сұрамайтын адамдармен демаламын да көбінесе, түсіндірдім ба? То есть мен ол жерде больше мен совет сұрайтын жерде, мен өзім оқуға барамын деген сияқты, ол да мен үшін демалыс. Обратный процесс та, то есть сол үшін де сіздердің жұмыстарын жасап жатқан жұмысыңызға қарама қайшы нәрсе істейтін болсаң, ол демалыс. Қазір бізде мынандай ғой. Бізде демалса адам чувство виныға кіреді. Демалса кәдімгідей өзін андай ешкімге керек емес быт-шыт болып сезінеді адамдар, чувство виныға кіріп кетеді демалғаны үшін. Неге? Өйткені бізге демалысты дұрыс түсіндірмеген. Демалыс сенің жұмысыңның жартысы екенін түсіну керек. Ұйқы сенің күніңнің жартысы ғой. Сен дұрыс емес ұйықтайтын болсаң, сен 100%-ке жұмыс жасай аласың ба? Жасай алмайсың ғой. Тура сол сияқты өміріңде демалыс болмайтын болса, сен дұрыс жұмыс жасай алмайсың. Сол нәрсені түсіну керек. То есть мен демалысқа жұмысқа қарағандай қараймын. Прям ол күні мен андай мақұл істей салайыншы демеймін. Жанып жатса да жұмыстың процесстері. Мен мақұл істей салайыншы демеймін. Ол күні мен демаламын болды. Егер андай қатты форс-мажор болып қалатын болса, онда келесі күнді ала саламын. Демалыс. Түсіндіре алдым ба? Бірақ аптасына бір күн мен міндетті түрде өзімді демалысқа арнаймын. Бұл тәжірибемен келген нәрсе. Бұл жалпы кітаптарда да жазылады, бірақ маған лично өзіме тәжірибемен келген нәрсе. Неге? Өйткені мен алдында демалыссыз өмір жұмыс жасаған кезде менде бағана сіздікіндей спринттер болатын тұғын. 3 ай жұмыс жасаймын да 6 ай демалатын спринттер болған тұғын. 3 ай беріліп ет болып жұмыс жасайсың, одан кейін 6 ай демаласың. Беріліп жұмыс жасайсың, одан кейін демаласың. Ол демалысың еще сенің андай бір демалыс болып өтпейді. Быт-шыт чувство вины, проработка соның ішінде өтеді. Түсіндіре алдым ба? Соңғы 4 жыл 22-ден бастап, Дубайға кеткеннен бастап, Москваға көшкеннен бастап. Сол кезден бастап мен өзіме демалыстарды қоя бастадым. Болды, ары қарай уже одан кейін ондай состояниеға түспеген. Біздің оқырмандарға түсінікті болды деген ойдамын. Яғни өздеріңізге демалыс беріп, аптасына айлық, енді бұл сіздің моделіңіз, енді әркімде әртүрлі демалыс моделі бар. Енді бүгін біз енді Абекемен бір общий бір әртүрлі тақырыптардан сөйлес, соның ішінде энергия тақырыбын айттық. Оның ішінде кішігірім миссия туралы айттық. И негізі Абекемен біз алдағы уақытта серия, бізді каналдағы оқырмандар біледі, бір эксперт келсе, сонымен әртүрлі тақырыптарда бүкіл экспертностін ашып, бүкіл тақырыптарды ашқымыз келеді. Полный. И мен өзім мысалы Абекемен именно миға байланысты жаңағыдай миссия бар, әртүрлі өмірде біз қалай шешім қабылдаймыз, не істейміз, қалай қоямыз, соларды подкаст түсіргім келеді. И негізі біздің оқырмандарға мен Абекеге ұсыныс тастағанмын, өтініш жасап біздің оқырмандарға символически бір кішігірім бағада бір курс жасасақ, и адамдар соны оқып білім алып өздерінің өмірінде қолданса деген бір ниет болды. Оның ішінде енді біз ойлап жатқан тақырып ол жерде жаңадай мидың өмірдегі әсері, біз қалай шешім қабылдаймыз, мидың мысалы не үшін біз спорт жасап кете береміз, не үшін жасамаймыз, мидың жалпы өмірдегі кез келген сферадағы қалай біз әрекет жасаймыз, как мы избегаем, немесе мысалы энергия тақырыбы бар, басқа да өте көп тақырып бар. Сол тақырыптарды түсіру ойда бар, бірақ әлі түсірілмеген бұл. Бағасы символически 20 мың теңге деп ойлап жатырық. 10-20 сабақтың ішінің арасында. Сол курста жалпы сіз қандай оқыңыз келсе, ішінде қандай тақырыптар болғанын қалайтын едіңіз. Абекеден қандай білім алғыңыз келеді, қандай тақырыптарды толығырақ білгіңіз келеді. Сондай бір Google анкета қойсақ, осы видеоның комментарий описание бөліміне соған кіріп, осы курстың құрылымына өзіңіз атсалысып, өзіңіз программасын бізге жазып берсеңіз болады. Біз сол бойынша ары қарай Абекеңмен сабақты түсіріп, сіздерге бұйырса осындай бір керемет дүние жасағымыз келіп отыр. Мен ойлаймын, әр адам өзінің осылай бір миын дұрыс түсініп, договариваться етіп істейтін болса, жаңағыдай депрессия бар, выгорание бар, ондайға жаңағыдай 3 айлап, 6 айлап кіріп кетпей, өзінің өмірін күшті бір вайбта, бір
бір баундер сияқты өмір сүре алады деген ойдамын. Ал достар, ссылкада күтемін сіздерді. Өздеріңіздің қандай тақырып оқуларыңыз келеді, қандай сабақ көргілеріңіз келеді, соны өз варианттарыңызды жазыңыздар. Ал Айбеке, өзіңіз бір қорытындылап жіберсеңіз біздің оқырмандарға. Сол, иншалла басамыз, ары қарай жалғастырамыз, Құдай қаласа, келесі тақырыптарда кеңірек ашыламыз. Сіздерден бізге ең бастысы пікірлеріңізді жазып, көріп, ұнайтын болатын болса, онда оны лайк формасында көрсетсеңіздер болады. Рахмет, Алла разы болсын. Айбекенің Инстаграм аккаунтын белгілеп кетемін. Сізде Телеграм бар ма? Инстаграм, Телеграм, Ютуб. Телеграм, Ютуб, барлық социальный сеттеріңіздің ссылкасын белгілеп кетемін. Подписаться етіп қойыңыздар, және директісіне алғыстарыңызды жаудырсаңыздар болады. Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.